25-ші сұрақ. Арнұр әр 45 минут сайын бір стакан суды ішеді. Ал Лия әр 25 минут сайын суды ішеді. Егер екеуі бір уақытта суды ішетін болса, екінші рет осы жағдай қанша уақыттан соң қайталанады? Қараңыз, мына жақта Арнұр әрбір 45 минут сайын ішеді, жазылып тұр. Лия әрбір 25 минут сайын. Жаңа ғана олар бірге ішсе суды. Арнұр келесі рет, мына жақта Арнұр уақытын дейік, 45 минуттан кейін ішеді. Одан кейін 90 минуттан. Одан кейін 135, 45-ті қосып, былай жаза берем сандарды. Лия әр 25 минутта ішеді. Егер жаңа ғана олар бірге ішсе, келесі рет ол 25 минуттан, одан кейін 50, одан кейін 75, және былай кете береді. Қараңыз, мына жақта барлық сандар 45-ке еселі сандар. Осы жердегі Лияның уақытында 25, 50, 75 ол барлығы 25-ке еселі сандар. Еселі дегеніміз ол бөлінетін. Енді қараңыз, олардың бірдей уақытта қашан болады? Ол ең кіші ортақ еселігін табу керек біз. Екеуінің 45 пен 25-тің. Ол осындай уақыт екеуіне бөлінетін уақыт болу керек. Және оны қалай табу керекпіз? 45 пен 25-ті жай көбейткіштерге жіктейміз. Жай сандар дегеніміз ол тек қана өзіне және бірге бөлінетін сандар. 45 қай санға бөлінеді? Кішкентайынан бастаймыз, ол бізге оңай болады. 3-ке бөлінеді. 15 шығады, 45-ті 3-ке бөлдік, 15 шықты. 15 3-ке бөлінеді, мына жақта 5. 5 5-ке 1. Қараңыз, мынау жай көбейткіштері. Олардың барлығын көбейткенде 45 шығады. 25-ті дәл солай жасаймыз. 25 тек қана бөлінеді 5-ке. Мына жақта 5 шығады, 5 5-ке 1. Енді барлық жай көбейткіштерді жаздық. Ең кіші ортақ еселігін табу үшін не істеу керекпіз? Осы сан ең кіші ортақ еселік мыналарға бөліну керек. Сол үшін бөліну үшін оның ішінде дәл сол көбейткіштер болу керек. 2 3-ті мына жерден аламыз. 3 көбейту 3. Неге? Өйткені мына жақта егер 2 3 болмаса, мына санға ол бөле алмайды. Кейін мына жақта 1 5 бар, мына жақта 2 5 бар. Үлкен сандан аламыз соны. 5 көбейту 5. 2 5 болса, мына санға да бөлінеді, мына санға да бөлінеді. Егер 1 5-ті алсақ, ол осыған бөле алмайды. Енді олардың барлығын көбейтеміз. 3-ті 3-ке 15, 15-ті 5-ке 75, 75-ті 5-ке 225. 225 минуттан сайын олар екінші рет бір уақытта суды ішеді. Енді қарай, жауаптарымызда 225 минут жоқ. Не істейміз? 225 минуттың ішінде неше толық сағат бар, оны табу керекпіз. Біз білеміз, 1 сағат бізде ол 60 минут, 2 сағат сонда 120 минут, 3 сағат сонда бізде 180 минут. 4 сағат болса, ол 240 минут, ол мына жақтан уже асып кетті. Не істейміз сонда? Мына жақта 3 толық сағат бар, және 225-тен 180-ді азайтқанда 45 минут бар. Жауаптарымызда С жауабы дұрыс болады.